келісіңдер ме балалар? Отыра қойыңдар. Бәріміз түгелміз бе балалар? Иә. Бүгін бізде қай сабақ? Әдебиеттің оқу. Жарайсыңдар балалар. Қане балалар, бүгінгі көңіл күйлерің қандай? Жақсы. Тамаша. Енді орнымыздан тұрып, бір-бірімізге жақсы тілегімізді тілеп алайық, иә балалар? Bir-birimizге қарамай тұрып, кәнекей балалар бар. 1, 2, 3. Қайырлы күн досым, қайырлы күн болсын. Бүгінгі күн біз үшін сәттілікке толсын. Жарайсыңдар балалар. Енді осы тұрған беттерінде балалар. Біз сабағымызды бастамас бұрын балалар 2 топқа бөліп алайық. Кәнекей, бірінші топтан балалар келіп, өздеріне ұнаған түстеріңді ала қойыңдаршы балалар. Кәнекей, бірінші топтың балалар тез-тез келіп, өздеріне ұнаған түстеріңді алыңдар. Отыра қалайындар ерге. Екінші топтың балалары келіп, өздеріне ұнаған түсті ала қойыңдар келіп. Аха, Енді балалар, кім жасыл түсті стикерлер алды? Мына бірінші топқа келіп отырамыз. Жасыл топқа келіп отырамыз балалар. Тез. Ал қызыл түсті стикер алған балалар. Екінші топқа келіп отыра баламыз. Тез жылдан. Ал балалар, әдебиеттік оқу сабағынан біз қандай бөлімді бастадық? Жарайсыңдар балалар, салт дәстүр және ауыз әдебиеті. Кәнекей, салт дәстүр дегеніміз не екен? Салт дәстүрге нелер жата кеткен? Кәні, қол көтеріп айта қояқшы кәнекей. Әдемі? Тілашар. Жарайсың, Ақниет? Тамаша, өтірік өлең, Әлви? Салт дәстүр. Тұсаукесер, тамаша, шұғыла? Беске салу. Ұлжан? Қыз ұзату. Тамаша. Айсұлтан? Айтайын дедің бе? Жарайсыңдар, Диана? Шілдехана. Тамаша балар. Заңғар? Шешендік сөздер. Шешендік сөздер деп заңғар ауыз әдебиетін бастап кетті балар, отыра ғой жарайсың. Енді балар, ауыз әдебиетіне нелер жатады? Ауыз әдебиеті дегеніміз не? Қол көтеріп айтамыз балар. Өтірік өлең. Тамаша. Әміржан? Қалай? Жұмбақтар. Тамаша. Әдемі? Аңыздар. Дұрыс. Ертегілер. Тағы да? Шешендік сөздер. Айсұлтан, дұрыс. Мақал-мәтелдер. Жарайсыңдар балар. Тамаша. Ақниет? Жаңылтпаштар. Жарайсыңдар балар. Енді балар, мен сендерге қазір өздеріңді бағалау үшін бал қою парақшасын таратып беремін. Өздеріне үй тапсырмасына бір бал қоя берсеңдер болады балар. Кәнекей. Өздеріне қарындашпен дөңгелектің ішіне бір бал қоя беріңдер үй тапсырмасына. Тез. Ручкамен болса да бола береді балар. Өздеріне балдарыңды қойып қойыңдар. Балар, осы ауыз әдебиеті қаламсаптарын тез қойың. Ауыз әдебиеті және салт дәстүр бөлімін бастағалы бері қандай ертегінің түрлерімен таныстық? Қаны, қол көтеріп айтамыз. Аңқау арыстан бабалар? Арыстан мен? Түлкі. Содан кейін? Әлви? Ортоқпа. Шұғыла? Сақина ертегісі. Қаны балар, ертегілер қанша топқа бөлінеді? Қанша түрге бөлінеді? 3 түрге. Жарайсыңдар. Кім айтып береді маған? Қандай түрі бар екен? Заңғар? Шағын жануарлар ертегісі, ғажайып ертегісі, тұрмыс салт ертегілері. Тамаша. Енді арыстан мен түлкі ертегісі қай түріне жатады, Диана? Жан жануарлар ертегілері. Тамаша. Мына топтан Майлин. Екінші ортақпақ ертегісі қай түріне жатады ертегінің? Ортақпақ ертегісі, тұрмыс салт. Жарайды, тамаша. Тағы да соңғы Сақина ертегісі қай түрге жатады, Айсұлтан? Тұрмыс салт. Жарайсыңдар.
Тамаша балалар. Енді балалар, өздеріңе жауап берген балалар бір балл қойып қойсаңдар болады. Балалар, енді мен сендерге жаңа сабақтың тақырыбын ашу мақсатында жұмбақ жасырғым келіп отыр. Жұмбақ тыңдауға дайынсыз ба шешуге? Кәне балалар, бірінші жұмбақты мұқият тыңдаймыз. Өсірер тың далада, көшірер қамбаға, айналар ұнға да, айналар нанға да. Қол көтеріп жауап береміз. Кәнекей, әдемі бірінші көтерді. Бидай. Бидай, дұрыс айтасың. Енді екінші жұмбақты оқимын балалар. Екі басы қылырықтай, денесі жұдырықтай. Құмырсқа. Жарайсыңдар балалар. Неге мен бұл екі жұмбақты жазып сендерге шешуін шештірдім? Себебі балалар, біздің бүгінгі сабағымыз осы екеуіне тікелей байланысты болмақшы. Ендеше балалар, кітаптарыңның, оқулықтарыңның 45-ші бетін ашыңдар балалар. 45-ші бетін ашамыз. 45-ші бетін ашамыз. Сабағымыздың бүгінгі тақырыбы ертегілер әлемінен деп аталады. Леонардо да Винчидің құмырсқа және бидай деген тақырыбындағы ертегімен танысамыз балалар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты кейіпкерлерді сипаттау, мінез құлқы мен іс-әрекеттерін бағалау. Іс-әрекеттеріне, яғни баға беру. Келесі, мақал-мәтел, жұмбақ, ертегі, тұрмыс салт жырлары, әңгіме, өлеңнің жанрлық ерекшеліктерін анықтау. Бүгінгі сабақта жұмыс жасай отырып, балаларымыз осы мақсаттарға жетуіміз қажет. Балалар, мен сендерге ертегімен таныспас бұрын, осы ертегінің авторымен таныстырғым келіп тұр балалар. Назарларыңды экранға аударыңдар балалар. Бұл суретте көріп тұрғандарың балалар, Леонардо да Винчи деген итальян жазушысы. Ол кісі жастайынан сурет салуға, мүсін жасауға өте құмар болған екен. Жас кезінен еңбексүйгіш, өте еңбекқор болған екен. Сол еңбекқорлығының арқасында балалар, ол кісінің жан-жақты қабілеттері ашылып, жалғыз ғана суретші емес балалар, суретші, мүсінші, физик, математик, инженер, астроном, мінекей балалар, бірнеше қабілеттері бар екен бұл кісінің. Ал ең бірінші ол кісі Италияға балалар танылған себебі суретшілік қабілетіменен бірінші танылған екен. Италияның аса көрнекті тұлғасы бұл кісі балалар. Бұл кісінің қазір халыққа ең танымал болған шығармасы балалар Леонардо да Винчидің. Алдарында көріп тұрғандай Мона Лиза шығармасы өте атақты болған шығармасының бірі. Енді балалар, осы Леонардо да Винчидің құмырсқа және бидай даны ертегісімен танысамыз. Егінді түгел жинап алғаннан кейін бидайдың жалғыз даны жерде қалып қойған еді. Қыз түспей тұрып, өзіне топырақ астынан пана іздеуді ойлайды. Осы кезде қасынан өтіп бара жатқан құмырсқа бидайдың дәнін көрді де қуанғаннан бұл олжасын илеуіне қарай домалатып ала жөнелді. Дән айтты: "Кел құмырсқа, екеуміз шағып жасасайық. Менің бойымда ғажайып жасампаз ұлы күш бар. Менің игі мақсатым өз бойымнан жаңа дән шығару. Онда да көп дән. Кейін сол үшін шарт жасасайық." "Қандай шарт?" деп құмырсқа таңдана қарады. "Ал тыңда, олай болса, егер мені илеуіңе апармай далаға қалдырып кетсең, келесі жылы менен бір дәннің орнына 100 дән аласың." Бұл сөзге таңданған құмырсқа басын шайқады. "Еңбекқор құмырсқа, менің адал да ақ сөзіме сен. Егер мені тастап кетсең, келесі жылы 100 дән болып тұрамын."
құмырсқа әлі сені қимай. Құмырсқа бұл өмір құпиясы. Мені топырақ астына жасырып кет, келесі жылы қайта орал. Мен жүзден болып өсіп тұрамын. Құмырсқа жыл өткізіп қайта келсе, бидай дәні берген сертінде тұрған екен. Ертегі ұнады ма балалар? Иә. Ал балалар, мультфильмді тамашалап көрдік. Енді кітаптарынан 45-ші беттегі құмырсқа және бидай дәнін шынжыр әдісімен тізбектеп оқып шығайық балалар. Әміржан, бастай ғой. Құмырсқа және бидай дәні. Егінді түгел жинап алғаннан кейін бидайдың жалғыз дәні жерде қалып қойған еді. Қыз түспей тұрып өзіне топырақ астынан пана іздеді ойлайды. Осы кезде қасынан өтіп бара жатқан құмырсқа бидайдың дәнін көрді де қуанғаннан бұл қолдасын илегіне қарай домалатып ала жөнелді. Қабырғасы қайсысып көп азапқа түскен құмырсқаға бидай дәні. Ағарай, Диана. Әлі құмырсқа сен бұлай бейнетке бата бермейсің. Бермесең қайтеді, мені тастап та кете бер. Мен Адема, мен сені тастап кетсем, қыста азықсыз қаламын ғой. Біз көппіз, осылай әрқайсымыз бір ден апарсақ, қысқа көп азық жинай аламыз. Сөйтіп құмырсқа иелі қазынаға толды. Ағарай санға. Соны бидайдар аз ойланып тұрып бұлай деді. Ей еңбекқор құмырсқа, менің сөзімді тыңдашы өзің. Ағарай, екінші топтың оқушылары жалғастырсын, не балалар? Айсұлтан, бастай ғой. Құмырсқа арқасындағы ауыр дәнді жерге түсіріп, дәннің сөзін тыңдап демалып отырды. Дән айтты: "Кел, құмырсқа, екеуміз жасасайық. Менің бойымда ғажайып жасампаз ұлы күш бар. Менің игі мақсатым өз бойымнан жаңа дән шығару. Онда да көп дән. Кел, сол үшін шарт жасасайық." Қандай шарт деп құмырсқа таңдана қарады. Ал тыңда, олай болса, егер мені тастап кетсең, келесі жылы 100 дән болып тұрамын. Қалай сен 100 дән бола аласың деп құмырсқа әлі сеніп келмей. Құмырсқа бұл өмір құпиясы мен топырақ астына жасырып кетеді. Келесі жылы қайта оралса, мен 100 дән боп өсіп тұрамын. Құмырсқа жыл өткізіп қайта келсе, бидай дәні берген сетінде тұрған екен. Жарайсыңдар бала, тамаша. Барлықтарын өте тамаша оқып шықсыңдар. Енді балалар, осы ертегіде кездескен сөздерменен қазір біз 3 тілде сөздік жаттап үйренейік. Бұл полингвизм әдісі деп аталады балалар. Полингвизм дегеніміз балалар, бір тіл, екі тіл ғана емес, бірнеше тілде үйренуді, яғни бірнеше тілде сөйлеуді балалар полингвизм деп айтады. Ендеше біз полингвизм әдісі арқылы ертегі, құмырсқа, дән деген сөздерді орыс тілінде, ағылшын тілінде айтып үйренеміз. Ертегі сөзі орыс тілінде қалай болады балалар? Сказка. Ал ағылшын тілінде tell. Қане қайталаймыз. Tell. Құмырсқа сөзі орыс тілінде қалай болады балалар? Айсұлтан, муравей. Жарайсыңдар балалар. Ал ағылшын тілінде ant. Қане қайталаймыз. Ant. Дән сөзі орыс тілінде zero, ағылшын тілінде grain. Қане қайталаймыз. Grain.
дәптерлеріңді ашып, жылдан дәптерлеріңізді ашамыз да, бүгінгі күнді жазып, осы 3 сөздің орыс тіліндегі, қазақ тіліндегі айтуын жазып аламыз. Балалар, күнді жазамыз, сынып жұмысы, сабақтың тақырыбын жазамыз. Оңға қарай көлбеу жазамыз. Қанды балалар, жас болдық па? Жас болсақ, дәптерімізді жауып, кітаптың арасына саламыз. Балалар, шаршадыңдар ма? Кішкене сергіп аламыз ба? Сергіп жаттығу жасап. Ендеше, орнымыздан бәріміз тұрамыз. Былай, кедергі жасамай, бір-біріне шетке қарай тұрыңдар. Бәріміз бері қараймыз. Сергіп қалып па балар? Енді одан ары тапсырма орындауға дайынбыз ба? Тамаша. Балар, енді ертегінің кейіпкерлерін сипаттап көрейікші балар. Олардың іс-әрекеттеріне баға берейікші. Қаны, ертегідегі құмырсқа қандай қол көтеріп тез айта қояйықшы, әлде? Өте еңбекқор. Одан үйренетініміз көп. Тамаша. Енді мына топтан Нұрали ақылды. Жарайсың. Тағы да Төлеген құмырсқа қандай? Шұғылап? Уәдеге беріп. Ендеше балар, қазір біз ол туралы постер қорғау әдісі. Ендеше қазір топтастыру жұмысын жасаймыз. Бірінші топқа тапсырма құмырсқаны сипаттау, екінші топқа тапсырма бидай дәнін сипаттау. Топтастыру әдісі бойынша балар, қазір мен сендерге мынандай постер беремін. Кітаптарыңды былай қарай шетке қоя қойыңдар. Қаны топтық жұмыс балар, ұйымдасып, ақылдасып отырып орындайтын жұмыс. Жеке жұмыс емес бұл. Қаны, мен сендерге балар қазір мынандай араласқан сөздер беремін. Әрқайсың осы сөздерменен оқып танысыңдар. Қайсы құмырсқаға сәйкес келетін сипаттайтын сөздер. Ал мына топ, екінші топтың оқушылары сендер бидай дәніне сәйкес келетін сипаттау сөздерін табамыз мынаның арасынан. Қанекей, сәйкес келетін сөзді аламыз. Себебі бұның арасында артық сөздер болуы да мүмкін, сәйкес келмейтін. Сондықтан қанекей балар, мультфильмді көрдік, ертегіні оқып шықтық. Енді өздерің таба қойыңдаршы. Жарайсыңдар. Бірінші топтың балары жақсы жұмыс бастап кетті. Екінші топ
Кәніги бидайдарын сипаттайтын сөздерді ғана алып жабыстырамыз. Желімдерің бар ма балалар? Қаны топпен жұмыс істейміз. Топтық жұмыс бәріміз қалсамыз. Артық сөз сандықшаның ішінде қалсын. Артық сөз сандықшаның ішінде қалсын балалар. Қаны бәріміз жұмыс істейміз. Ахмет. Кәніги балалар? Тақтан алып алды. Мен анда жасына. Кәніги? Зу! Бала, этика, эстетика. Сән кішкене әдемілігіне де қараңдар, назар аударыңдар. Қисық болмасын. Ұқыпты жақсырамыз. Кәніги, екінші топтың балалары не дейді? Бидайданы. Екі топ бірдей бітірген сияқты. Кәні, артық сөздеріңді сандықшаға қайттан сап қойыңдар. Артық сөздеріңді. Кәніги, балалар, бірінші топ отыра қойыңдар енді. Отыра қойыңдар балалар. Төлеген отыр орнына. Кәніги, балалар, бірінші топ. Қазір сендердің орталарынан топтарымен ақылдасыңдар. Орталарынан кім қорғайды тақтаға шығып? Постерді. Кім қорғайды? Жаңар қорғайсың ба? Жарайды. Балалар, тышталан. Айтылтам. Диана орнынан тұра қойда айта қойшы. Сандықшаның ішінде қандай артық сөздер қалды? Қаны, бірінші топты тыңдаймыз балалар, сыйластық танытамыз. Қандай сөздер артық қалды? Жалқау, тойымсыз. Және? Қандай сөз артық? Көрсек зар деген сөз қалыпты, е? Ол құмырсқаға тән қасиеттер емес па? Тамаша, жарайсыңдар балалар. Ендеше бұл артық сөздерді алып тастаймыз. Ал топтарынан бір оқушы шығыңдар да постерлерді қорғаңдар. Орталарына бір оқушыны шығарыңдар. Жаңға шықпай тұр. Қане екінші топтың оқушылары постерімізді әкелеміз. Қане балалар тынышталамыз да, екі топтың қайсысы жақсы қорғап шығар екен? Қане бірінші топқа назар аударамыз. Тыңдаймыз балалар. Бірінші топтан Заңғар мен қорғаймын дейді. Ал Заңғар, сендердің топқа берілген сипаттайтын кейіпкер не? Құмырсқа. Ол сене біледі, мықты, шыдамды, ойланады, қанағатшыл, ақылды, ұйымшыл, еңбекқор. Иә. Құмырсқа бидайданы ол уәдеге беріп, жасампаз, қамқор, адал және сертінде тұрады. Берекелді, мейірімді, ақылды. Жасампаз деген сөзді қалай түсінесің, Айсұлтан? Қалай түсіндірер едің жасампаз деген сөзді? Жасампаз деген ол бір дәнді 100 дән ете білді, е? аха, Демек, бір дәнді 100 қуыр ете білді. бұл бала өмірдің құпиясы екен. Бидайдың бойында осындай бір керемет қасиет бар екен, жасампаздық қасиет. Тамаша. Қаны балар, екі досымызға не істейміз? Тамаша. Қаны, топтық жұмыста қатысқандар балалар, барлықтарың өздеріне бал қойып ұмытпаймыз. Бал қойып ұмытпаймыз. Өзімізге бал қойып отырамыз балалар, ұмытпаймыз. Ал балалар, өз постерларыңды тамаша қорғап шықтыңдар. Сонымен құмырсқа қандай жәндік екен кейіпкеріміз? Еңбекқор. Өте еңбекқор, тағы тез-тез. Қанағатшыл екен ең бастысы. Және Шыдамды. өте шыдамды. Сене біледі. Бала бұл бүгінгі күні өте жетіспейтін қасиеттің бірі десек те болады. Қазір адамдар бір-біріне сену өте қиын, е бала? Бір нәрсе айтылса, мысалы, күдікпен қарап тұрады деген сияқты. Ендеше бұл жерде біз құмырсқадан алатын
үлгіміз өте көбейген, иә балалар? Ендеше балалар, қазір біз осы еңбек, қанағат туралы қандай мақал мәтелдер біледі екенбіз. Ол үшін біз жұптық жұмыс жасаймыз, балалар. Ойлан жұптас әдісі. Қанекей, ол үшін балалар, мен қазір әрбір жұпқа мақал мәтелдер беремін. Ол жерде сөздер толық емес, көп нүктенің орнына тиісті сөздерді өздерің ойланып тауып жазуларың қажет, балалар. Қана. Амжан ала ғой. Әлбей Диана екеуіне. Екінші топтың балаларына. Қанекей, Шұғыламен сөйлегенде, Маурен менен Ұлжанға қаны жаза қойыңдар. Ойланып, қандай сөздер болады көп нүктенің орнына? Қаны қолымызға қаламызға балып, тиісті сөздерді тапқан болсаңдар, балалар, көркем, қатесіз етіп жазып шығамыз. Балалар, фломастер бар ғой барлықтарында? Кімге керек? Қай жұпқа керек? Бар ма? Фломастер бар ма? Қан жаза қойыңдар. Қан. Не отырмыз, Маулен? Таппайсыңдар ма? Екеуің ақылдасыңдар. Қаны. Ал, Айсұлтан, қайсың оқисыңдар, қаны? Оқи қойау. Арпа бидай ас екен, алтын күміс тас екен. Тамаша, балалар, жарайсыңдар. Ал оқи қой, Амыржан дайын екен уже. Ахмет екеуі. Қаны? Асыл дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос. Тамаша, жарайсың. Еңбек етсең ерінбей, тояды қардан тіленбей. Тамаша. Қаны, Шұғыла оқи қой. Еңбек өмбі береке. Тамаша. Келесі. Маулен оқы. Қанағат қарын тойғызар, қанағатсыз жалғыз атын сойғызар. Жарайсыңдар, балалар. Ал балалар, барлықтарың еңбекке қатысты тамаша мақалдарды аяқтап шықтыңдар. Еңбектің арқасында қандай жетістіктерге жетуге болады, балалар? Ұялам. Үй алуға болады. Әлбей? Машина алам. Машина аламын дейді. Ата-анамда сұраймын. Тамаша, керемет. Тағы да мына топ, екінші топтың балалары. Ақша табам. Тағы да еңбектің арқасында. Маулен? Ата-анамда сұраймын дейді. Керемет. Тағы да еңбектің арқасында неге жетуге болады? Оқуға? Оқуға Түсуге болады, иә, грантқа балалар. Тағы да білім алуға болады. Еңбек қой балалар, оқу еңбек құдық қазған. Ендеше балалар, жұпта жақсы жұмыс орындарында. Енді өз жұптарыңды арқасынан қағып бағалап қойыңдар, балалар. Әркім өзінің жұбын. Жарайсың деп. Тамаша. Өздеріне жұптық жұмысқа бал қойыңдар. Жұптық жұмысқа бал қоямыз. Қанекей, жұптық жұмысқа бал қоямыз. Балалар, енді байқасаңдар сабағымыздың аяқ жағына келіп қалды, иә? Ендеше қазір біздің атқаратын жұмысымыз топтық жұмыс. Ол 5 жолды өлең деп аталады. Ағылшын тілінде синквен әдісі деп аталады, балалар. Қанекей, қазір мен әр топқа плакаттар таратамын. Бұл әдіс тәсіл, балалар, қазақ тілі сабағымен тікелей байланысты. Біз қазақ тілінен қазір сөз таптарын өтіп жатырмыз ғой, балалар, иә? Қаны, кітаптарыңды жауап шетке қойсаңдар болады. Қанекей, 5 жолды өлең құрастыру, балалар. Қазір мен экранға назар аударыңдар. 5 жолды өлеңді құрастыруды білеміз. Қалай құратындарыңды естеріңе салу үшін, балалар, экранға назар аударыңдар, балалар. Қанекей, бірінші жолы қай сөз тағынан болады екен? Зат, есім. Екінші қай сөз тағы? Үшінші?
қашан құрастырасыңдар? Қаны? Зат есімнің сұрағы не болар? Айтыңдаршы. Зат есімнің сұрағы? Не және кім? Ал бастаңдар. Өз кейіпкерлерді ентелемейміз балалар, кедергі жасамаймыз. Тыныс белгісін ұмытпаймыз балалар. Тыныс белгісін қоюды ұмытпаймыз. Қан. Тыныс белгісін ұмытпаймыз. Ахмет кедергі жасамаймыз. Тамаша Айсұлтан, жарайсың. Қан. Ал балалар болған топ қол шапалақтаймыз. Жарайсыңдар балалар. Тамаша, екі топ бірдей аяқтап үлгеріпті. Кәнекей, бірінші топтан қай оқушы қорғайды? Дайындалыңдар. Екінші топтан кім қорғайды? Дайындалыңдар. Ал жарайды, жаңа заңғар қорғаған еді. Енді әдемі келе қой. Плакатыңды алып шығып. Келе қой. Указканы ала қой. Екінші топ. Ұлжан келе ғой сен. Ал, шетке тұра ғой Ұлжан. Ал балалар, әдеміні тыңдаймыз. Бірінші топтың 5 жолды өлеңін тыңдаймыз. Дән, жасампаз, берекелді, өнеді, өседі, көбейеді. Дән болса, ән болады. Астық. Дән сөзінің синонимі қай сөз екен? Астық. Астық екен балалар. Тамаша, кәні әдемге қол қояды, жарайды. Отыра қой әдемі. Келесі. Екінші топты тыңдаймыз. Құмырсқа. Еңбекқор, қанағатшыл, еңбектен еді, тас еді, көтереді. Біз құмырсқадан үлгі аламыз. Жәндік. Тамаша. Құмырсқа сөзінің синонимі жәндік екен. Тамаша, Ұлжан, отыра қой. Жарайсыңдар балалар. Балалар, сендер ертегінің мазмұнына сәйкес қолыңызды қойып, түзіп отырамыз кәнекей балалар. Ертегінің мазмұнына сәйкес балалар, барлық жұптық тапсырманы да, топтық тапсырманы да, жеке тапсырмаларды да өте сауатты, ұйымдасқан түрде әдемі орындап шықтыңдар балалар. Енді бүгінгі сабақтан сендер не үйрендіңдер балалар? Ертегінің кейіпкері құмырсқадан не үйрендіңдер? Бір ауыз сөз айтып өтейікші. Еңбекқорлықты үйрендік. Тамаша, Әміржан, сен не үйрендің? Өзіңе не алдың құмырсқадан? Немесе бидайдың дәнінен қандай қасиет алдың өзіңе? Диана. Бидай дәнінен сене білуді үйрендім. Сене білуді, жарайды, яғни сендіре білуді, е? Замбақ сенші? Әлби? Мен құмырсқадан шыдамды болдым. Тамаша. Мен Маулен, сен нені үйрендің? Мен бидайдың дәнінен уәдеге берік болуды үйрендім. Жарайсың, бәрекелді. Ұлжан? Мен құмырсқадан ұйымшыл болуды үйрендім. Тамаша. Айсұлтан? Нұрәли? Ойланып шешім қабылдауды. Өте тамаша, мінекей керемет. Ойланып, ақылмен шешім қабылдауды үйреніпті. Төлеген? Мен бидай дәнінен жасампаз. Керемет, жасампаздықты үйрендім дейді. Өте керемет. Кәні, тағы не үйрендік балар? Шұғыла? Мен бидай дәнінен ақыл. Тамаша, отыра ғой. Мен бидай дәнінен адалдықты үйрендім.
бидайданнен адалдықты, яғни өтірік алдамай, сертін берді, сол сертінде тұруды үйренді, айта ғой. Мен құмырсқадан еңбек қор болуды үйрендім. Тамаша. Тағы не үйрендік балалар? Тағы да құмырсқадан не үйрендік? Тамаша. Қанағатшыл болды. Енді балалар, балалар, егер құмырсқа қанағатшыл болмағанда, ол бидайдың дәнін тауып алған кезде бала көрсе қызар болса, ол бидайдың дәнін топыраққа көміп кетпес еді ғой, иә? Не істер еді ол? Елеуіне алып кетер еді. Ал ол сол кезде дәнді алып кетсе, бір дән 100 дән болар ма еді? Жоқ. Мінекей балалар, құмырсқаның қанағатшылдық қасиеті бізге өте үлкен үлгі. Тәте, ол сене білді. Және құмырсқа, дұрыс айтасың Айсұлтан. Сене білді бидай дәнінің айтқан сөзіне. Сенім артты. Ал сол сенімі ақталды ма? Сенімі ақталды. Бидай дәні сертінде тұрды ма? Тұрды. Себебі бидай дәні бала жасампаз екен. Оның бойында ұлы күш бар екен. Бұл өмірдің үлкен құпиясы екен. Балалар, мен сендерді осы құмырсқа сияқты қанағатшыл, еңбекқор, ұйымшыл болуға шақырамын балалар. Ал бидай дәні сияқты берген сертінде тұратын, уәдесін орындайтын, уәдеге берік болып өсулеріне тілектеспін балалар. Бүгін сабаққа балалар барлықтарың өте тамаша қатыстыңдар. Енді кім қандай дәрежеде бүгін білім алғанын білу үшін балалар алдыларындағы стикерлеріне өздеріңнің аттарыңды жазып, үкіге апарып жабыстыра қойыңдар балалар. Ақылды үкі жасыл түсті, одан кейін сары түсті, және қызыл түсті. Мен ештеңе түсінбедім деген үкі. Кәнекей стикерлеріне өздеріңнің аттарыңды жаза қойыңдар көрген қып. Аттарыңды үкіге апарып жабыстыра қойыңдар. Болдық па балалар? Балалар, барлық оқушылар қарап отырсам, неған барлығы түсінікті болды деген ақылды үкіге жапсырыпсыңдар балалар. Демек, барлықтарың бүгінгі сабақты өте жоғары деңгейде меңгерді деген сөз. Төлеген өзің барып жапсыра қой. Қай үкіге жапсырасың? Бүгінгі сабақты қалай меңгердің, Санки? Балалар, бүгінгі сабаққа барлықтарың өте жақсы белсенді қатыстыңдар. Енді бағалау парақшаларымды мен қазір жинап аламын. Осы өздерің бағалаған балдарымды балалар қорытындысын шығарып, мен электронды журналға балдарымды қоямын. Қанекей балалар, маған бере қойыңдар. Енді күнделігімізді ашамыз балалар. Үйге балалар ертегіні мәнерлеп оқып, мазмұнын айтуға дайындалып келеміз. Құмырсқа және бидай дәні. Балалар, үй тапсырмасын жазып болсақ, күнделігімізді жабамыз. Енді рефлексия келіп жеттік балалар. Қазір балалар, рефлексияны біз мынандай әдіс тәсілмен жасаймыз балалар. Қазір барлықтарына мен смартфон таратып беремін. Смартфонға бұл әдіс тәсіл балалар мұғалімге хабарлама деп аталады. Яғни сендер маған қазір SMS жазасыңдар. Ендеше қазір мына таратып берген смартфонға 3 нәрсе жазамыз. Бірінші, бүгінгі сабақ ұнады ма, ұнаған жоқ па? Соны жазамыз. Қысқа нұсқа. Балалар, мұғалімге хабарлама әдісінде кері байланысты сендер маған бересіңдер. Сондықтан балалар, бұл жерде аттарыңды көрсетпей жазбаймын десең, жазбай қоюға болады балалар. Және ұнамаған жер болса, тағыдан не істеу керек деген ойларың болса қосатын, осы жерге жазып кетулеріне болады балалар. Кәні болған оқушылар әкеліп бір-бірден
менің смартфоныма әкеліп сала береміз балалар. Есімдеріңді көрсеткілерің келсе, көрсетесіңдер, көрсеткілерің келмесе, өз еріктерің маған бересіңдер. Рет-ретмен жүрекші балалар, бір-бір. Қаны, сабақ ұнады, еңбекқор болуды үйрендім, мұғалімге рахмет дейді. Бүгінгі сабақ ұнады дейді. Тағы да сабақ ұнады, еңбекқор болуды үйрендім, керемет дейді. Тағы да барлық ұнады, қанағатшыл болуды үйрендім дейді. Ұнады, шыдамды, еңбекқор, ақылды, ұйымшыл болуға, мықты, қанағатшыл болуға үйрендім дейді. Сабақ ұнады дейді. Әкеліңдер балалар. Ұнады, бүгін сабақты түсіндім дейді. Тамаша. Тағы да Айсұлтан. Маған бүгінгі сабақ ұнады, бүгін құмырсқадан шыдамды болуды үйрендім. Көп рахмет дейді. Кәні, маған келген келесі SMS, бүгінгі сабақ өте ұнады. Мен ойланып, асықпай, ақылмен шешім қабылдауды үйрендім дейді. Мұғалім, сау болыңыз дейді. Тамаша. Келесі, маған бүгінгі сабақ ұнады, адал болуды үйрендім дейді Бидайданнан. Рахмет дейді. Келесі, болдық па балалар? Ұлжан. Диана, болды. Қысқа нұсқа. Болдық па балалар? Қысқа нұсқа. Кәнеки, тағы да бір SMS келді балалар. Бүгінгі сабақ ұнады, құмырсқадан қанағатшыл болуды, ойланып шешім қабылдауды үйрендім дейді. Рахмет дейді. Олжан деп есімін көрсетті. Тағы да Заңғар келе ғой. Заңғардан SMS келді. Кәні, бүгінгі сабақ ұнады, құмырсқадан сабырлы болуды үйрендім. Мұғалім үшін рахмет дейді. Тағы да кім қалды балалар? SMS жазбаған? Диана ғана қалды. Келе ғой Диана. Соңғы SMS балалар, бүгінгі сабақ ұнады дейді. Бүгінгі сабақтан үйренгенім еңбекқорлыққа үйрендім, шыдамдылыққа үйрендім дейді. Аман болыңыз мұғалім, көп рахмет. Диана дейді. Тамаша. Балалар, енді сабағымызды қорытайық. Сабағымыз аяқталып қалды. Балалар, мен сендерді осы ертегі арқылы қиял ғажайып әлеміне самғатып апарсам, ол менің мақсатыма жеткенім балалар. Сендер бір нәрсе болса да өздеріне алып, бір нәрсе үйреніп кетсеңдер, ол менің бүгінгі біздің барлығымыздың бірлесіп сабақтың мақсатына жеткеніміз балалар. Ендеше 90 ауыз сөздің тобықтай ғана түйіні болады балалар. Тобықтай түйіні балалар. Бұл жерде ертегінің авторы Леонардо да Винчидің айтқысы келгені балалар. Кез келген жағдай болады өмірде, әртүрлі жағдай болады. Сол жағдайларда асығыс шешім қабылдамай, ойланып, ақылмен шешім қабылдау керек дейді. Асықпай, дұрыс айтасың. Бала ендеше